Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен құрма жемісі туралы айтатын боламыз. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бүгінде ғалымдар бұл дәруменге бай жеміс түрін жиі тұтынуға кеңес береді. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп, ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйке тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний, бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады, сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақсы тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққандарда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма иодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Құрма көпшілігіміз сүйіп жейтін жеміс, бірақ бірнеше адам құрманы жеген кезде аузын құрғағанын сезінгенін байқаған. Бұл қауіпті нәрсе емес. Құрма жасыл сары немесе қызғылт түсті экзотикалық жеміс, өзінің тәттілігімен, жұмсақ текстурасымен танымал. Құрма әдетте күздің аяғында және қыста піседі. Оның құрамында көптеген дәрумендер, минералдар, әсіресе С дәрумені, калий, магний өте көп. Құрманы жеген кезде ауыздың құрғауы таниндер деп аталатын қосылыстармен байланысты. Таниндер өсімдіктерде кездесетін табиғи полифенолдар. Олар құрмада көп мөлшерде болады. Бұл заттар ауыздың шышты қабатындағы белоктармен байланысып, ауыздың құрғақ сезінуіне алып келеді. Сонымен қатар таниндер аса піскен құрмада азырақ болады. Сондықтан піскен құрманы таңдау ауыздың құрғауын азайтады. Құрма бүкіл адамға пайдалы емес, кімдерге жеуге болмайды. Бүйрегінде тасы бар және ұйқы безінің ауруына шалдыққан адамдарға құрма жеуге болмайды. Диабетпен ауыратындарға құрманы көп жемеген дұрыс, өйткені ол айтарлықтай тәтті, тәулігіне біреуін ғана жеуге болады. Дені сау адамдар күніне 2-3 құрма жей алады. Бұдан артық жеуге болмайды, өйткені оның құрамында жеңіл көмірсулар бар. Диетолог, нутрициолог Дювалдың сөзіне қарағанда, құрманың құрамында микроэлементтер мен дәрумендер, әсіресе А, В және С дәрумендері адамға күзде көп керек. Олар иммунитет пен жүйке жүйесінің жұмысын реттеп, ағзаны түрлі инфекциядан қорғайды. Дювал құрманы аптасына 2-3 рет жеуге кеңес береді. Айтуынша, мұздатылған құрма пайдалы дәрумендерін сақтайды, бірақ оны 2-ші рет мұздатудың қажеті жоқ. Құрманың құрамындағы иод пен темір өте пайдалы. Олар адамның ағзасына жылдың кез келген мезгілінде қажет. Әсіресе анемиямен ауыратын адамдар құрма жеу керек. Ол қышқыл емес, сондықтан асқазан жарасы кезінде жеуге болады. Құрманың антибактериялық қасиеті де бар. Құрманы асқазан ішек жолдары ауруларына шалдыққан адамдар жей алады, сондай-ақ ол жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларына да пайдалы. Бүгінге сіздерге дайындаған мәліметім осымен тәмам. Өздеріңізге пайдалы жақтарын түртіп алып, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.